Бисмилlah, кылдарыңыз калай? Мен бүгүн писташковый меренговый пирог жасайтын боламын. Эң алдымен менде осындай холодильникте турган тестим бар. Алдында сиздерге көрсөткөн болатынмын. Тесттин курамын менин YouTube каналымдан карай аласыздар. Осуну мен холодильникке сактап коямын. Алдын ала тестимди кичине чыгарып, жибитип, осулай формага салатын боламын. Осулай колдун көмөгү менен жакшылап орналаштырамыз. Міне дайын болып қалды біздің формадағы тестіміз. Енді кезекте біз салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге граммен өлшелген қаймақ. Қаймағымызды осылай салып аламыз. Менде қаймақ 20% қаймақ 150 грамм. Сосын сгущенка 150 грамм. Менде 3 желанияның сгущенкасы. Мен пирогтарға да, барлық пирогтарға осы 3 желанияның сгущенкасын пайдаланатын боламын. Енді кезекте біз творожный сырды қосатын боламын. Менде творожный сыр 150 грамм. Одан кейін ұн, міндетті түрде електен өткізілген ұн, 1 қасық. Содан кейін барып, бірінші сортты 2 жұмыртқамды салатын боламын. Міндетті түрде бірінші сортты болу керек біздің жұмыртқа. Енді кезекте біз писташковый пастаны салатын боламыз. Менде 22 грамм писташковый паста. Немесе сіздерде осындай паста болмаса, кәдімгі писташковыйды езіп салсаңыздар да болады. Енді кезекте барлығын жақсылап араластыратын боламын, біркелкі масса болғанша. Егер де сіздердің писташковыйларың қою қанық болғанын қаласаңыздар, сіздер краситель қосып жіберсеңіздер болады. Біздің түсі осындай жасыл болды. Краситель қоспасаңыздар да болады. Осындай түс болып жатырса, егер де қатты қою болған қаласаңыздар, салсаңыздар болады өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Енді кезекте біз дайындаған салмамызды осылай формаға құятын боламыз. Біз қызып тұрған 180 градуста 30 минут аралығында пісіріп алдым. Барлығын жақсылап осылай саласыздар. Жасалу жолы өте қарапайым, оңай, тез дайындалатын осындай пирогтардың менде каналымда рецептілер бар. Каналыма өтіп қарасаңыздар болады. Және де менің видеоларымды міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Видеоға лайк, комментария жазыңыздар, өз пікірлеріңізді. Міне менде пісіп шықты. Кішкене суытуға қоямын, 5-10 минуттай. Оған дейін біз үстіне меренгасын дайындайтын боламыз. Біздің меренгеміз дайындау үшін 2 жұмыртқа қажет болады. Біздің ыдысымыз құрғақ болу керек. Егер де су тиіп кететін болса, біздің меренгеміз дұрыс шықпайтын болады. Сондықтан жақсылап құрғатып алыңыздар. Менде 2 жұмыртқаның ағы. 2 жұмыртқаның ағын жақсылап миксерлеп аламыз. Содан кейін үстіне 100 грамм қант салатын боламыз. Үстіне қант салып жатырмын. Енді осы қантпен жұмыртқамыздың ағын жақсылап миксерлеп аламыз осылай. Менде қатты жылдамдықта қойып жатырмын. Мінекей біздің меренгамыз дайын болып қалды. Біз кондитерский мешокқа салып
Мен мына жерде кукурузный крахмал салып жатырмын. Үлкен касыкпен бирөөнү салдым. Осылай барлыгын жакшылап аралаштырып, кондитерский мешокко салып, пирогубуздун үстүн адемлеп әрлейтин болабыз. Осылай жан жактарын узурлап әдемі етіп жасап шығамыз. Осыны мен кысып турган пеште 2-3 минут арасында кептирип аламын. Өте әдемі болып шықты біздің пирогымыз. Сіздер де өздеріңіздің қалағаныңыз бойынша узор салсаңыздар болады. Содан кейін барып біз 1 сағатқа, 2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Содан кейін барып кесіп жей берсеңіздер болады. Міне әп-әдемі болып шықты біздің пирог. Енді мен осыны 2-3 минут аралығында пешке кептіріп аламын. Міне кепкен түрі осылай болып шығады. Әдемі болып шықты, дайын болды біздің пирогымыз. Сіздермен болған Гүлжайнар. Сау болыңыздар.